Талабына сай Карасай ауданында қоғамдық көліктердің мәселесі ретімен шешілуде. Бүгіннен бастап Қаскелең Жандос және Батан Алтын Орда бағытына қатынайтын жаңа маршруттар іске қосылды. Жол ақысы 100 теңге болатын бұл қоғамдық көліктерде арнайы электронды төлем жүйесі де орнатылған. Қарасай ауданы өздеріңіз білесіздер, ең халық көп шоғырланған аудан болғаннан кейін халықтың сұранысын қамтамасыз ету үшін бүгін міне Қарасай ауданында 2 маршрутты іске қосып жатырмыз. Алтын Орда Батан және Қаскелең Жандосов 2 бағыт бойынша. Автобустардың жүру аралығы 20-25 минут. Жол ақысы 100 теңге болады. Студенттер мен оқушыларға 50 теңге жеңілдік, 50% жеңілдік. Және QR-мен де төлеуге болады. Олимпия дейтін компания автобустың ішінде құрылғыларын орнатылған. Халықтың енді бірінші қыркүйектен бастап оқушылардың санына артуына байланысты жоспарда тағы жылжымалы құрамдарды қосуға ниеттеміз. Ауылдастарымыз үшін беріп отырған автобустарына қуаныштымыз. Өзіміздің ауылдастар атынан Қарасай ауданының әкімшілігіне рахмет.